Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз білезік жасаймыз өз қолымыздан. Үйренеміз, яғни ол үшін бізге резинка керек, жаңағы нөмірі 1 деген видеода көрсетілгендей. Және тастар керек. Осындай тастарды осылай тізіп шығамыз. Өзіміздің қалағанымызша, өзіңіздің идеяңызға байланысты әртүрлі қылып жасауға болады. Бұл тастарды, сәндейтіндей заттарын бәрін фурнитураның магазиннен алуға болады. Өзіңіздің фантазияңызға байланысты әртүрлі білезіктер жасай бересіз. Осылай тастарымызды тізіп, осылай әдемілеп жасап шығамыз. Видеода көрсетілгендей. Арасына және де осындай хрусталь тастарды қолдансаңыздар болады. Осылай өлшеп көреміз. Қолымызға шақ болатындай етіп. Осылай өлшеп болғаннан кейін, осылай қолымызға өлшеп алып болғаннан кейін байлаймыз, яғни бір байлағанда 3 рет байлаймыз. Шығып шешіліп кетпеу үшін байлап болғаннан кейін сәндік үшін мынадай іліп қоюымызға болады. Колечкалармен, яғни колечко арқылы қосамыз. Мінекей осындай әдемі білезік шықты. Артық жерін қиып алып тастаймыз, яғни. Енді мен тағы бір түрін көрсеткім келіп тұр, яғни ол үшін мен кескен жоқпын, яғни соны шешіп жатырмын, қайтадан шешіп. Өзіңізге ұнамай қалған жерін өзгерткіңіз келсе, осылай шешіп алып өзгертіп беруіңізге болады. Мен екінші бір түрін көрсеткім келіп тұр.
яғни осылай бір тас, одан кейін хрусталь кіші тастың сала отырып білезік жасаймыз. Бұл білезіктер өте оңай және өзіңіздің жақын адамдарыңызға өз қолдарыңыздан сыйлық ретінде жасап берсеңіздер өте керемет болады. Яғни екі жерін теңдей қылдық. Мына жағына 6 тас, мына жағына 6 тас теңдей қылып, сонда қолымызға таққанда сыятын болады. Жаңағы дайындап қойған әшекейімізді осылай ортасына байлап, 3 рет байлаймыз, яғни қаттырақ қылып байлап, шешілмейтіндей, және қайшымен қиып тастаймыз. Мінекей осындай әдемі білезік шықты. Менің каналыма тіркеліңіздер.